Алла тағала сізге неге ақша бермей жатыр? Неге әрекет жасап жатырсыз, бірақ Алла тағала сізге ақшаны бермей жатыр? Сол жайлы сізге 1 минуттың ішінде, 1,5 минуттың ішінде түсіндіріп беруге тырысамын. Соңына дейін қараңыз. Бірінші кезекте елестетіңіз көз алдыңызға. Сіздің ініңіз бар, жоқ болса да бар деп елестетейік, немесе қарындасыңыз бар. 10 оқитын, 4-ші сынып оқитын, примерно сондай возрастта. Және де сол балаға қанша ақша күніне жаратуына бере аласыз? Осыған қатты ойланып көріңізші. Күніне қанша жеткілікті деп ойлайсыз? 500 теңге аздау сияқты, мүмкін 1000 теңге күнделікті беріп отырсаңыз, ол балаға жеткілікті болатын шығар. 1000 теңге спокойно күнделікті бере аласыз. Ал енді елестетіңіз, 100 000 теңге. Сіз оны жақсы көресіз ғой. Неге 100 000 теңге бермеске? 100 000 теңге мысалға күніне беріп отырмасқа? Әрине сіз не деп айтасыз? Мен оны жақсы көргендіктен ондай үлкен ақша бере алмаймын. Өйткені ол ақшаны үлкен класстағы балалар тартып алуы мүмкін, немесе сдачасын қате алуы мүмкін. Тағы да басқа сондай бір себептер бар. Жақсы көргеннен ондай үлкен ақша бере алмаймын деп айтасыз. Зияны келмес үшін. Ал енді Алла тағала мүмкін сізге дәл солай сізді жақсы көргеннен үлкен ақша бермей тұрған шығар. Оны біз білмейміз, өйткені сіз ол ақшаға дайын емессіз. Дәл сол 4-ші сыныптың оқушысы 100 000 теңгеге қалай дайын емес? Сіз де үлкен ақшаға дайын емес болуыңыз мүмкін. Ол сізге үлкен разрушение әкелуі мүмкін. Отбасыңыздың құлдырауына алып келуі мүмкін. Сол себепті Алла тағала сізге бермей жатыр. Сіз өзіңіз үлкен ақшаға дайын болған кезде, ол ақшаны ақылмен жарата алған кезде ғана келеді. Сол себепті адам бірінші өзі дайын болу керек үлкен ақшаға. Одан кейін сұрасаңыз, Алла тағала бәрін береді, өйткені бәрін Алла тағала жақсы көреді. Ешкімді бөліп жармайды, сен жаман, сен жақсысың. Сұраған адамның бәріне береді, егер ол ақша адамға зиян келтірмесе. Біз сіздерге 200-ге жуық тегін сабақ дайындап қойдық. Соны алу үшін профильдағы сілтемеге басыңыз, немесе комментарийға плюсик қойып кетіңіз.